Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде қазақ халқының ұлттық тағамы қуырдақ. Қуырдақты мен жылқының өз майына, яғни үш майы немесе қазыға жасайтын майдан артылса, соны алып қоямын. Қазы мен үш майды осылай майдалап турап алып, қуырдақ жасауға кірісеміз. Мен осылай керек заттарды алдын ала дайындап алып барып, жасағанды жақсы көремін. Бірінші майымды, одан кейін еттерді, өкпе, бауыр, бүйрек деген сияқты қуырдаққа қосатын заттарды алдын ала турап аламын. Қуырдақты пісте майға немесе тағы басқа майға пісіретін жандар болса, айта кетейін, үш майы мен қазыдан артылған майларға жасайтын болсаңыздар, қуырдақ өте дәмді болады. Мен қуырдаққа бауырды қазіргі уақытта көп қоспаймын, өйткені бауырдан жасалатын өте бір әдемі тағам тауып алдым. Сондықтан бауырды сол тағамға қалдырып қоямын. Ол тағам қандай екені қызық болса, алдағы уақытта видеоларымды жіберіп алмас үшін маған жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ол тәтті тағаммен де бөлісетін боламын. Алдын ала қыздырып қойған қазанымызға осылай ешқандай май құймай, жылқының өз майын әдемілеп қызарғанша шыжғырып аламыз. Мінекей майымыз қып-қызыл болып қуырылды. Осының үстіне етімізді туралған өкпесін, бүйрегін, барлығын бірге осылай салып, әдемілеп қуырамыз. Алғашқы уақытта суы шығып, сол суы тартылғанша жай отта қойып қоямыз. Негізі қуырдақ піскенге дейін осылай бір қалыпты отта ұстағанда дұрыс. Ет тырысып қалмай әдемі болып піседі. Қайта-қайта қозғап, астын жабысып қалмауын қадағалап тұрамыз. Етіміз қайнап жатқан кезде картоп, сәбіз, пияз қосатын заттарымызды ашып дайындаймыз. Осылай еттің суы кішкене тартылғаннан кейін пияз бен сәбізді бетіне турап, осылай салып, кішкене бұқтырамыз. Сәбізіміз бен пияз біраз буланғаннан кейін тұз, бұрышымызды салып, осылай араластырып тұрамыз, өйткені пияздың, тұздың, бұрыштың дәмі етке сіңуі керек. Пиязымыз біраз жұмсағаннан кейін картопты осылай мен бөлмей бүтіндей, енді үлкен картоп болса кішкене бөліп, осылай бүтіндей салғанды жақсы көремін. Бетіне салып бұқтырамыз. Картопымыз кішкене пістау деген кезде барып, картопқа жылқының майы сіңсе дәмді болады. Сондықтан осылай картопты астына қарай салып бұқтырып қоямыз. Қуырдағымыз дайын болады деген кезде бір немесе екі пиязды осылай колечкалап деп айтады ғой орысша. Осылай дөңгелектеп пиязымызды турап дайындаймын. Аскөк қоссаңыздар болады. Қандай аскөктер ұнайды, соларды өздеріңіз пайдалансаңыздар болады. Мен укропты пайдаландым. Осылай әдемілеп турап қуырдақтың бетіне сепкенге дайындаймыз. Мен пиязды осылай колечкалап турап, оны босатып бір-бірінен қара бұрыш, қызыл бұрыш және түсі әдем болу үшін паприка қосамын. Одан кейін кез келген сірке суы, менде үйде алманың сірке суы бар, осыдан қосамын. Бетіне сепкен кезде қуырдақтың дәмді болып, иісі де өзгеше болып тұрады. Мінекей қуырдағымыз дайын болды. Иісі деген енді керемет, қазының майы ерекше иіс беріп тұрады. Осылай тарелкаларымызға салып, бетіне дайындаған ас көгімізді салып, отбасымызға ұсынамыз. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Өз отбасыларыңызды осындай дәмді тағаммен қуандыра беріңіздер. Келесі кездескенше.